Баршаңызға сәлем. Дәмі тіл үйіретін, әр дастарханның сәні болатын, ең бастысы ешқандай жұмыртқаны қажет етпейтін сникерс пирогының рецептімен бөлісемін. Видеоны қарамастан бұрын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен барлық құрғақ ингредиенттерді біріктіріп аламыз. 300 грамм ұнды елеуіштен өткізіп, оған 3 ас қасық какао ұнтағын қосамыз. Және де 150 грамм қант ұнтағын араластырамыз. Біркелкі массаға айналдырып аламыз. Массамыздың үстіне 250 грамм ыстық су құямыз. Жақсылап араластырып алған соң 5 ас қасық күнбағыс майын қосамыз. Массамыз қаймақ тәріздес біркелкі форманы ұстануы қажет. Енді массамызға 9% уксус пен 1 шай қасық ас содасын қосамыз. Массамыз дайын болған соң 180 градус қызып тұрған пеште 25-30 минут өзіңіздің пешіңізге қарай пісіріп алыңыз. Мен диаметрі 26 см болатын форманы пайдаландым. Пирогты пештен алып суытып қоямыз. Енді крем үшін 100 грамм жаңғақ пен 200 грамм шоколадты алсаңыздар болады. Алдымен жаңғақтарды орташа етіп үгітіп аламыз. Ал шоколадтарды су буында ерітіп аламыз. Ерітіп болған соң 10 немесе 20%-ық 50 мл қаймақты қоссаңыздар болады. Және де 2 ас қасық күнбағыс майын қосыңыздар. Шоколадымыз еріп болған соң үстіне жаңғақты қосып, пирогымызды әрлеуге көшеміз. Кремді біркелкетіп пирогтың бетіне құйып шығамыз. Дайын болған пирогты 30 минутқа тоңазытқышқа қойып қойыңыздар. Осымен біздің пирогымыз дайын. Пирог өте ылғалды және дәмді болып шығады. Пирог дайындаған соң комментарийға жазып бөлісе отырыңыздар.